Саламатсыздар ма студенттер? Бүгінгі біздің сабақтың тақырыбы карамель массасын салқындату кезіндегі жұмыс әдістері мен түрлерін игеру. Сабағымыздың мақсаты карамельді салқындатуға арналған салқындатқыш машиналар түрлерімен танысу және техника қауіпсіздігін сақтай отырып, олармен жұмыс жасап үйрену. Ең алдымен біз сабақты бастамас бұрын келген студенттеріміз түгел еместігін кезекші айтып жіберсең, және санитария гигиена талаптары бойынша барлығымыз дұрыс келдік па? Кезекші кім? Жауап берсеңіз. Бүгін келген студенттердің бәрі толық гигиена талаптарына сай, иә? Енді қазір сабақты, арғы сабақты жалғастыру үшін мен сіздерді екі топқа бөлгім келеді. Бірінші топ бізде айналайын тобы, екінші топ бұлбұл тобы. Осы топ бойынша қазір жұмыс жасаймыз. Әр жауап берген сұрақтарыңыз бойынша ұпай карамель беру арқылы ұпай жинайсыздар. Ең соңында кім карамельді көп жинайды, сол топ жаңағыдай жеңіске жетеді деп санаймыз. Енді біздің бүгінгі сабағымызды ары жалғастыру үшін өткен тақырыпты қайталайық. Өткен тақырып бойынша мен сіздерге жасырын сұрақтар дайындап келдім. Екі топтан әрқайсыларыңыздан жеке-жеке шығып, сандар бойынша нөмірлерге жауап берсеңіздер. Бірінші қай топ бастайды? Келіңіздер. Келе ғой бұлбұл. Келесі топ дайын тұрамыз. Қалаған кез келген сан бойынша алып жауап береміз. Мына жаққа қарап, сұрағыңды оқи ғой. Карамельді өндірістерге қолданылатын шикізаттар. Карамельді өндірістерге қолданылатын шикізаттар: шекер, қант, тағам қышқылдары, бояғыштар және эссенция. Салмаларды дайындау үшін қант, жеміс-жидекті жартылай фабриканттар, бояғыштар, бал, какао, май, жаңғақ және тағы басқа. Дұрыс. Келесі топтан кім шығады екен? Тез шығамыз. Шығыңыз келе ғой. Карамельді қалыптау машиналары қандай? Карамельді қалыптауға арналған машиналар қандай дейді? Бұл біздің алдында өткен тақырыбымыз, иә? Сыншылы карамель қалыптаушы, сыншылы сызықтыкішкіш, ротациялық және дәлдікалы машиналар. Бұл карамель қалыптаушы машиналардың түрлерін айтты. Енді осы машиналардың ішінде біздің Рахат фабрикасында қай қалыптағыш машина қолданылады? Кім айтады? Карамель штамптаушы машина, дұрыс. Келесі. Айналайын тобынан. Карамельдің түрлері: салмасқа және салмасқа, сыртқы қанысқа қарай орналған және орналмас деп бөлінеді. Оралған және оралман. Енді осы жерде карамельдің түрлері деп жатырмыз ғой, карамельдің біздің Рахат фабрикасында шығарылатын өнімдерінің аттарын қандай өнімдер шығарады? Кім айтады? Қосымша. Жоқ, именно карамельдің түрлері, атаулары бар ғой. Мысалы, бұл сендер атау қойдық қой, бұлбұл, айналайын. Тағы да қандай бар? Гуси деген сияқты. Тағы қандай? Қандай? Вишня бар, сосын апельсин, малыш бар, дұрыс, сосын снеговик. Осындай түрлері бізде Рахат фабрикасында шығарылады. Келесі топтан, дұрыс, бұлбұл, баянсыл отыра ғой. Ақжыныс келе ғой. Мен сендерге әр жауап бергенге карамельден берем деп едім ғой. Қанша адам шықты сендерден? 2 адам, Әзірге жинай беріңдер. Нашыңыз сеніңкі. Карамель массасын қайта жаюдың мақсаты қандай? Карамель массасын салқындатқан екен қайта жаюға жіберіледі. Қайта жаюдың мақсаты карамель массаға қосылған әртүрлі заттар, мысалы экстракция, эссенция, краситель, бояғыш. Солар біркелкі жайылуына жіберіледі.
және ішіндегі артық ауаны жоюға және бір температураға жеткізу үшін жіберіледі. Иә, сол үшін қайта жаяды, дұрыс. Қоржындарыңа салып қоя салыңдар. Келесі, бұл кім шығады? Жеңіс. Карамель массасы салқындату процесінде қалай жүзеге асырылады? Карамель массасы салқындату жүйесінде оларға бояу, қосу, қысылдандыру и дайындау процесі қосылады. Карамель масса салқындату кезінде, иә? Ол қандай машинада жүзеге асырылады? Ном 2 машинасынан, дұрыс. Карамель алып кетіп. Келесі бұл тобынан Эльвира аша ғой. Майлы қанты салма дайындау. Майлы қанты салма ұнтағы кокос қышқылы араластыру арқылы дайындайтын масса болады. Иә, бұл бізде патока, марципан болады. бұл майлы қантты салмамыз, иә? Бір карамель алып кете ғой. Тағы да бар ма? 4-еу қалды. Мынаяқтан кім шығады? Бұл кел. Карамель дегеніміз не? Карамель деп қант пен сірненің қосып ылғалдылығын 1-3-ге дейін 1-3% болғанға дейін қайнатып. қайнатамыз. Қайнатқаннан соң оны аморфты кезінде оны қатты тәтті ретінде саналады. Қатты тәтті тағам. Масса алынады, иә? Дұрыс. Енді бұл тобынан Мадина шығасың ба, кел. Келесі топ дайын отырамыз. Сүтті салма дайындау. Сүтті салма қанты сірелі шарбатты сүтпен қайнату арқылы алынады. Және әртүрлі қоспалар қосылады. Мысалы, кофе, какао, үгітілген жаңғақ и жеміс-жидек. Дұрыс. Келесі топ. Салмалардың түрлері. Салма дегеніміз карамельдің ішіне қосылатын тәтті зат. Салмалары әртүрлі болады. Жеміс-жидекті, марципанды, ликерлі, сүтті, шоколадты, жаңғақты және майғантты болады. Бізде осы Рахат фабрикасында осы аталған салмалардың қайсы түрлері қолданылады, шығарылады? Жеміс-жидекті, жаңғақты және майғантты. Дұрыс. Енді біреу қалды, қай топтан? Ақжарқын, келе қойыңыз. Карамель дайындаудың технологиялық сызбасы. Қант шәрбатын дайындау, фитрлеу, салқындату кезінде карамель массасын спенчер тағы басқа Қосылады, сосын қайта жайылады, салқындатады. Және ораға үйеледі. Енді өткен тақырыптарды біз біршама қайталадық қой, бізге үйге тапсырма ретінде Жеңіске осы қазіргі карамель дайындау технологиясының сызбасы берілген тұғын. Сол бойынша қазір қорғайын деп тұр. Назар аударайық. Бұл бізде карамель дайындаудың технологиялық сызбасы, Айта бер. Ең бірінші.
Бұл бізде карамельдің технологиялық сызбасы. Карамельде ең бірінші бізде шәрбат дайындалады. Шәрбат дайындалғаннан кейін шыса бір санкциясынан келіп түседі. Шыса бір санкциясынан келіп түскеннен кейін қолмен көрсетіп иә бізде шәрбат қайда санкциясынан келіп түскеннен кейін қайнату процесіне келеді. Иә, бұл қайнату қайнату процесі 105 пен 135 аралығында қайнатылады. ол жерде бізде не алынады? Карамель алынады. Карамель масса алынады иә. Карамель масса алынады. Ол қайнатылып болғаннан кейін бізде суыту машинасы келіп түседі. Суыту машинасында оған воронка келіп түседі, яғни мына воронкаға келіп түседі, шұңғырға келіп түседі. Бұның ішінде бояғыштар, қышқылдар, жерде емес, мына жерде дозаторлар арқылы. бояғыштар, қышқылдар және эссенция келіп түседі. И бұны суытылғаннан кейін оны арнайы қайтадан неге жібереді? Мына жерде бізде не? Қайта жаю, иә? Қайта жаю, созу процесі жүреді. Созуға келеді. Оны қайта созғаннан кейін жаңа осы жерде бізде Ақжүніс айтты иә, қайта жаюдың мақсаты. Не үшін қайта жаяды оны? Себебі ішінде олардың эссенция болады, карамель болады. Қосқаннан кейін біркелкі массаға айналу үшін және температурасының барлығы біркелкі болу үшін иә. Сосын одан кейін бізде оны агрегаттық күйге түсіру. Одан кейін бізде ол қаға барады. Мына бізде салма иә. Салма бізде қай жерде дайындалады осы фабрикада? Арнайы бөлек бөлмеде. Иә, сол салма бізде қай жерге барады? Салма біз сол неге барады? Мына жерде бізде батон түзіледі. Карамель батонның арасында бізде осы салма толтырғыш арқылы, трубалар арқылы бізде құбырлар арқылы жаңа батонымыздың ішіне қайтадан еске түсіріп жатырмыз иә. Батонның ішіне не салынады? Салма салынады. Сол салма ары қарай бізде батон конус тәріздесі болады ғой. Және де оның ары қарай жалғасында бізде не алынады? Ширатпа алынады. Ол ширатпа дегеніміз жаңа ішінде салмасы бар карамель ширатпасы алынады. Яғни ол процесс мына жерлерде жүреді. Сол карамель ширатпасы алынғаннан кейін біздегі келесі процесс қандай? Қайтадан суыт неге әкелмейді ме? Қалыптау машинасына келіп түседі. Жаңа карамель штамптауыш машинаға келіп түседі. Қалыптағыш машина деді ғой, иә. Сол карамель штамптаушы машинаға келіп қалыпталып шығады. Яғни біздегі қалыптағыш машиналардың әртүрлі пішіндері болады. Алдыңғы сабақта қазір қайталап жатырмыз. Бұл біздің алдыңғы сабақта осы қалыптағыш машиналар туралы өткен болатынбыз. Сол қалыптағыш машинадан кейін бізде келеді, қай жаққа келеді? Бұл енді ары қарай қалыптаудан кейінгі жүретін процесс бізде салқындату, яғни карамельдерді салқындату процесі. Ол жаңа салқындату агрегаттарын қазір сендермен бірге өтеміз. Келесі ары қарай бізде карамель салқындатып болғаннан кейін оны естиміз. Егер қажет болатын болса, оны глазерлеуге немесе глазерлеуге немесе орауға жіберіледі. Дұрыс па? Барлықтарыңа осы карамельді дайындау технологиясы түсінікті ғой, иә? Сұрақтарың бар ма тағы да қосымша қоятын? Сұрағымыз жоқ, иә? Жеңіс, рахмет, отыра ғой. Сендерге тағы да бір ұпай беріледі. Енді біз жаңа тақырыпты бастамас бұрын техника қауіпсіздігін бір қайталап өтсек, иә? Фабрикада жалпы жұмыс жасау тәртібі, техника қауіпсіздігі, санитарлық гигиена талаптары қалай сақталу керек, қалай орындалу керек? Кім жауап береді? Қай топтан жауап береді? Техника қауіпсіздігі сақталуы, қандай шарттар орындалу қажет? Техника қауіпсіздігі. Бірінші санитарлық гигиенадан бастайық, иә? Қандай санитарлық талаптары бар? Ең бірінші бізде санитарлық талаптар, ең бірінші бізде гигиена болады. Яғни тырнақтың өспеуі, киімдеріміздің таза болуы, және де сол заңдарға сай жүруі, талаптарға сай. Артық шаштың болмауы. Тағы да қосатындарыңыз бар ма? Бұл тобынан. Тағы да қандай санитарлық гигиена талаптары бар? Толық айтылған жоқ жеңісте. Жұмыс орнында артық әшекей бұйымдардың болмауы. Егер дұрыс санитарлық не болмаған кезде жұмыс істеуге болмайды. Сосын техника қауіпсіздігі бойынша
қолды әртүрлі аппараттарға қауіпті аппараттарға қолды салуға болмайды себебі не болуы мүмкін. Қауіпті болуы мүмкін. Сосын және де аппараттармен жұмыс жасаған кезде тек қана арнайы техник қауіпсіздік нұсқамасынан өткен адам ғана жіберіледі жабдықтармен жұмыс жасауға. Сонымен қатар егер жабдықта бұзылып қалған жағдайды көретін болсаңдар, ондай жағдайда не істеулеріңіз қажет? Барып бұзылғандығын ескерту керек. Және де егер сіздерге бір тапсырма берілген болатын болса, сол тапсырманы тастап басқа адамға тапсырып кетуге болмайды. Өз ісіңе мұқият толық соңына шейін жеткізу керек. Сонымен қатар егер бір сол жабдықтың айналасында бір төгілген сұйықтықтар болатын болса, немесе артықлықтар болатын болса, бірден тазалап алу қажет. Дұрыс, рахмет екеуіңізге бір карамельден, ұпайдан. Енді бүгінгі тақырыпты жазыңыздар ғой, карамель массасын салқындату кезіндегі жұмыс әдістері мен түрлерін игеру. Сабақтың мақсатын, сабақтың тақырыбын жазып қойыңыздар. Қазір жаңағы жеңістің технологиялық сызба бойынша екі топқа қазір сызбасын толтыруға берем. Екі топқа қай топ бірінші жауап береді, сол топқа бір ұпай беріледі. Қазір уақыт 2 минут. Тез жылдам. Мен оған дейін сызбамды жабыстыра берейін. Екі минут уақытымыз өтті. Әр топтан бір адам шығып таныстырсын. Дұрыс еместігін бірге тексерейік. Мына топтан, айналайын тобынан кім шығады? Жеңіс. Кел ау. Біріншісі. Ең бірінші бізде бірінші қант пен су дайындалады. Су екеуінің қосылысынан сірне дайындалады да. Одан кейін бізде... Жоқ, осы жерлеріңіз дұрыс емес, сірне емес, бізде не дайындалады? Шәрбат. Шәрбат дайындалады? Шәрбат дайындалады. Сірне бұл жаққа қосылады. Су, қант, сірне қосылып, бізде шәрбат алынады. Одан карамель шәрбаты. Одан кейін шәрбатты фильтрлеу, дұрыс. Карамель массасын қайнату, дұрыс. Сосын суытуға бояғыш пен қышқылдар кіреді. Ал карамель батонын, карамель батонын. Оған салма мен эссенция кіреді. Одан кейін бізде карамель жұтуын кабірлеу. Карамель жгутын калибрлеу дегеніміз жаңағы ширатпамыз, жгут дегеніміз ширатпа. Содан кейін бізде карамельді қалыптау, суыту, орау, қатты сақтау. Қаптау және арғай сақтау. Дұрыс. Келесі топ. Бұлбұл тобынан кім шығады? Сіздерде? Шәрбатты дайындау, қант, су қосылып, карамель шәрбатын фильтрлеуден кейін карамель массасын дайындаған кейін салқындатылғанға краситель мен қышқылдарды қосылады, эссенция қосылады. Содан кейін карамель батонына жіберіледі. Ода салма мен эссенция қосылып, карамель калибрлеу деген жаңа ширатпаның алынуы, карамель ширатпасының алынуы, карамельді қалыптау, салқындату, орау және арғай қаптау. Дұрыс. Жалпы технологиялық сызба бойынша барлығымызға түсінікті деп ойлаймын, барлығымыз түсінікті. Енді қалыптаудан кейінгі бізде бүгінгі сабағымыз салқындату, карамельді салқындату.
бізде қалыпталып шыққан карамельдің температурасы 65-70 градус температурада шығады. Білеміз барлығымыз. Енді осы 65-70 градуста шыққан карамель өте пластикалық күйін сақтай отырып, деформацияға ұшырауы мүмкін, яғни пішінін бұзып алуы мүмкін. Сондықтан ондай жағдайды болдырмас үшін бірден салқындатуға жібереді. Бізге салқындатуға арналған тар ленталы транспортер және салқындатқыш агрегаттар қолданылады. Яғни бізде ең алдымен карамельдер, тар ленталы транспортер дегеніміз ең алдымен жаңа қалыптағыш машинадан шыққан карамельдер. Бірден мына жақта бізде тар ленталы транспортер бар. Тар ленталы транспортер ені 6-10 сантиметрден, ал ұзындығы ғимараттың ұзындығына байланысты 10 метрден 30 метрге дейін ұзындыққа қарай бөлінеді. Осы тар ленталы транспортерде бізде карамеліміз 1-1,5 минут салқындатылып шығады. Яғни тар ленталы транспортердің мақсаты оны алдын ала карамельді суытып, ары қарай бізде АОК салқындату машинасы, АОК салқындатқыш агрегаты бар. Яғни АОК салқындатқыш агрегатына дейінгі салқындату бізде тар ленталы транспортерде жүреді. Тар ленталы транспортер мен қалыптағыш машинаның жылдамдықтары сәйкес келу керек. Егер ол екеуінің жылдамдығы сәйкес келмейтін болса, біздің карамеліміз пішінін жоғалтып, созылып кетуі мүмкін, немесе жабысып қалуы мүмкін. Ол қандай жағдайда болады? Мысалға, егер жаңағы қалыптағыш машина мен біздің тар ленталы транспортердің жылдамдығы егер көбейіп кететін болса, біздің карамеліміз созылып кетеді, яғни пішінін жоғалтады. Ал егер керісінше жылдамдығымыз кеміп кететін болса, бізде карамеліміз жабысып қалуы мүмкін. Сондықтан да жаңағы қалыптағыш машина мен екеуінің тар ленталы транспортердің жылдамдықтары бірдей болады. Жаңағы 1,5 минут тар ленталы транспортерден шықты деп айтып қоя. Одан кейін бізде сол екеуінің арасынан мына жерде бізде вибролоток бар. Вибролоток біздің жаңағы қалыптағыш машинадан бізде ширатпалар тізбек түрінде шығады, білесіңдер, көргенсіңдер, күнге көріп жүрсіңдер. Тізбек, яғни цепочка түрінде шығады. Сол тізбек түрінде шыққаннан кейін тар ленталы транспортердан бір-бірінен ажырап түсу үшін бізде осы жерде вибролоток орналасқан. Вибролотоктан ары қарай бізде қандай машина? АОК салқындату машинасы. Мен айтып жатқанның барлығын қосымша жазып отырамыз. АОК салқындатқыш агрегаты. Бұл АОК салқындатқыш агрегаты бізде Рахат фабрикасында осы агрегатымыз жұмыс жасайды. Бұл жерде мына 2 деп отырғанымыз транспортер, 2 мен 4 транспортер, яғни транспортер осы келіп түскен карамельді ары қарай жылжытып отырады. Үшіншісі бізде бұл жерде салқындатқыш камерасы. 5 деп отырғанымыз, көріп отырғандарыңыз, бұл бізде вентилятор. 6 деп отырғанымыз салқындатқыш, ауа салқындатқышы. Және де мына жерде бізде тағы да вибролоток бар. Яғни бұл вибролоток дегеніміз ары қарай біздің суытылып шыққан карамелімізді ары қарай келесі операцияға жіберуге қызмет атқарады. Енді АОК салқындатқыш агрегатына ішіндегі мұздай салқын ауа арқылы салқындатылады. Сырттан келгендегі ауаның ылғалдылығы жазып отырамыз. Сырттан келген кезде, карамель сырттан келген кездегі ауаның температурасы 0 градус пен плюс 3 градустың аралығында болады. Ал сырттан шығар кездегі температурасы, ауаның температурасын айтып жатырмын мен қазір, ол плюс 3, плюс 6 градус шамасында болуы керек. Енді бұл жердегі АОК салқындатқыш агрегатының карамельдерді суытылу ұзақтылығы 120 секунд, яғни 2 минутты құрайды. Осы 2 минутта біздің карамеліміз салқындатылып, келесі операцияларға дайын болады. Және де бұл жердегі ауаның ылғалдылығы 65%-дан жоғары болмауы керек. Және де осы агрегатпен жұмыс жасаудың алдында міндетті түрде бізде жаңа айттық, жабдықтардың алдында техника қауіпсіздігі бойынша нұсқамалар ілініп тұрады. Сол нұсқама бойынша барлығымыз танысып, одан кейін барып жұмысқа кірісуіміз қажет. Қазір енді осы тез жазып болғаннан кейін, қазір сіздермен бірге цехқа барып, осы агрегат
тәртіппен танысып, жұмыс жасау принциптерін бірге көреміз. Мына жерде қанттар, эксцентрациялар, қышқылдар қосылады. Олар трубалар бойынша қайнатылып қайнатылып. Ол бізде Шысабыр станциясы, бұл жерде бізде шәрбат дайындалады. Шәрбат ары қарай бізде шәрбат қайнатылып болғаннан кейін қайда барады? Карамель масса алуға барады. Ол карамельді массаны қандай жалпы қайнатамыз? Қайнату қазандықтарында, бізге көрсете қойшы қай жерде екен. Карамельді труба бойынша келіп қайнатылады. Бұл жерде қышқылдар, эксцентрациялар қосылады. Біздің енді ары қарай карамель батон қалыптағыш машинада, мынау карамель тамтаушы машинамызде алдыңғы тақырыптарда өткен. Карамель тамтаушы машинадан алынған ширатпа бізде міне карамель тамтаушы машинадан ары қарай міне тізбек түрінде шыққан карамельдеріміз, бағана сендерге айтқан тар ленталы транспортеріміз осы. Бұл тар ленталы транспортерден тізбектері салқындатылады. Қанша минут салқындатылады деп айттық? 1-1,5 минут салқындатылады. Келесі салқындатқыш агрегаттың атауы қандай? АОК салқындатқыш агрегаты. Енді ары қарай көреміз. Енді тар ленталы транспортерден 1-1,5 минут салқындатылып келген карамельдеріміз осылай міне тізбектері бір-бірінен ажырап, мына бізде АОК салқындату машина агрегаты. Яғни осы жерде АОК агрегатында бізде ары қарай АОК агрегатында бізде неше минут салқындатылады деп айттық. Яғни 2 минут салқындатылып, ауа ылғалдылығы 65%-дан жоғары емес ылғалдылықта, яғни 25-35 градус температурада бізде карамельдеріміз тізбектерінен, осы көрінер болады, тізбектерін ажыратылып, ары қарай келесі өңдеуге жіберіледі. Яғни біздің тізбектеріміз бір-бірінен ажырап жатыр, байқасаңыздар, кеп көріңіздер. Ол карамель бізде енді ары қарай қайда барады? Орауға немесе арнайы транспортер арқылы орауға немесе қажет болатын болса лазерлеуге бар. Қамырымыз иленіп, ары қарай қалыптау машинасына барады.
Құрметті студенттер, сіздермен бірге бүгінгі сабақ ағымдағы тақырып бойынша нұсқаулықты өттік, иә. Енді сол бүгінгі сабағымызды, өндірістік сабағымызды қорытындылау үшін сіздерге бір-екі сұрағым, бақылау сұрақтарын қою арқылы қорытындылайық бүгінгі сабағымызды. Бірінші сұрағым, карамельді не үшін салқындатады? Қай топ жауап береді? Карамель не үшін салқындатылады? Жеңіс жауап беріңіз. Карамель бізде не үшін салқындатады дегенде, енді карамельдің оны температураға салған кезде ол ыстық болады ғой. Сол ыстық болған кезде ол өзінің формасын жоғалтпауы мүмкін. Сол формасын жоғалтпау үшін оны салқындатуға қояды. Иә, ары қарай өзінің пішінін сақтау үшін, иә, сіздерге. Енді келесі сұрақ, екінші сұрақ, карамельді салқындату үшін қандай жабдықтар қолданылады? Бүгінгі тақырып бойынша. Мадина? Карамельді салқындату үшін ленталы транспортер және салқындатқыш агрегаттар қолданылады. Иә, атауы қандай оның? АОК агрегаты, иә. Келесі сұрақ, карамель қанша температураға дейін салқындатылады? Саян айта қойыңыз. Карамель 25-35 градусқа дейін температураға дейін салқындатылады. Иә, 25-35 градуста дайын карамель шығады, ал ол осы салқындату агрегатына тарлен транспортер неше градуста келеді деп айттық? Иә, 65-70 градуста дұрыс. Енді соңғы сұрақ, карамель бетінде жарықшақтардың пайда болуының себептері. Кейде осы карамельдің бетінде жарықшақтар дегеніміз, яғни трещиналар, иә, былайша айтқанда. Сол трещиналардың пайда болу себептері неден болады? Кім айтады? Жеңіс. Себебі олар аппараттан өткен кезде, аппаратқа может ыстық кезден олар өзінің формаларын жоғалтуы мүмкін. Либо дұрыс жетілмегеннен формаларын жоғалтуы. Яғни дұрыс тым салқындатып жіберсе де болмайды, яғни ол тым салқындатып жіберсе созылып кетуі мүмкін. Және де мына қайта жаю кезінде жаңағы қайта жаю кезінде арасында ауа көбіршіктерінің пайда қалып кетуі немесе салмамен бірге арасына ауа кіріп кету салдарынан әртүрлі жарықшақтар пайда болуы мүмкін. Тағы да осы айналайын тобына бір ұпай беріледі. Енді қазір кімде қанша карамель ұпай жиналды санап шығайық. Қай топта көп ұпай жиналды екен? 10. Айналайын тобына 10, сіздерде? 7? Яғни айналайын тобы алда келе жатыр екен, иә? Енді бүгінгі сабақта қорытындылай келе, айналайын тобы бүгін өте белсенді қатысты. Дәулет Айдадан басқа Жеңіске 95%, Саянға 90%, Бұлбұлға 90%, Байынсұлуға 90%, және де Бұлбұл тобында да Мадина белсенді қатысты 90%, Ақжүніске 90%, Ақжарқы мен Шыңғысқа 85%-дан баға қоямыз. Бүгінгі сабақ бойынша рефлексия деп айтамыз. Сіздерге бүгінгі сабақ ұнады ма, көңілдеріңізден шықты ма, түсіндіңіздер ма, немесе түсінбеген тұстарыңыз болатын болса, сұрақтарыңыз болса, сұрақ қойсаңыздар болады. Сұрақтарыңыз жоқ болатын болса, алдарыңызға берілген смайлик бойынша бүгінгі көңіл күйлеріңізді көрсетіп жіберсеңіздер. Барлықтарыңа сабақ түсінікті болған сияқты. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сіздерге үйге тапсырма осы АОК агрегаты және тарлентал транспортер бойынша оқып, дайындалып, келесі сабаққа дайындалып келеміз. Жарайды ма? Бүгінгі сабақ үшін рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.